ат деген кезде бәріміздің қанымыз жүгіреді ғой бойымызда. Жылқы төлдеген кезде құлын дейміз ғой. Құлын дейміз. Олар 5-6 ай емген соң жабарға өтеді. Жабарға өткен соң көктемде тай болады. Bir жасар тай дейміз. Одан 2 жасар құнан дейміз. Құнанша дейміз. Дөнен дейміз. Дөненше дейміз. Арғақтай 5 ат болады. 5 ат, 7 ат болады. 4 жасында жылқы баласын қазақ атамыз қоя бер дейді. Ол кезде бос болады дейді жылқы баласы. Жаңа өседі жылқы. 5-сінде стада бәйге қос, кебесе басын кес деген қазақ атамыз. Содан енді ноқтасын әкелмепті. Ноқта, жүгені, мынау қамшы, одан ішкілік. Ішкілігін саламыз. Onun üstüne tohumunu salamız. Ondan tohumunu salamız. Takpası var. Ömürdürük deyik. Kuyuskan deyik. Ömürdürüktің атқаратын рөлі аттың кеудесіне тартылады. Мысалы өрге шыққан кезде, мысалы баяғы жаугершілік заманда тоқымы артқа кетпеу үшін. Ал енді мына құйысқан арт жақтан құйымшақ кәрінеді. Ол алдыға кеткен кезде аттың бойынан ұрып кетпеу үшін құйысқан ол обязательно жаугершілік кезінде тағылған. Айыл деп қойып, мысалы айылына іштен тартылып, тартпа төстен тартылып. Ол айыл тартылған кезде ол ары бері ат ойнаған кезде жігіт үстіндегі мықты алып қалмау үшін қос тартпа тартылады. Ол қос тартпа бір тартпа өтсе, екінші тартпа жігіт ұстау керек қой. Страховка дейміз ғой енді қалың. Айтқанда, сол страховка. Ол айтамыз.